Всем ассалаумалейкум, достар, қалайсыздар? Екі күн бұрын примерно Астанаға келген болатын. Қазір аккуратно қайта Алматыға қайтып бара жатырмыз. Вообще енді история дым салмадым. Вот. Алматыға қайтып бара жатырмыз қайтадан. Тыныш келдім, тыныш кеттім деп тұр ғой. Баршаңызға қайырлы кеш, ассалаумалейкум, қалайсыңдар? Эфирден шықтым. Енді қазір жұмысқа бара жатырмын. Даринамен бірге. Бүгін эфир өте керемет болды. Аптаның басы берекелі бастасын. Ал қатысушылар бәріміз кетіп жатырмыз. Бүгін нешесі? 18-і. 18-і. 19-ы кім туғаны да? Білмеймін кім туғаны. Тасым түсіп қапты жаным. Айтпақшы достар, бізде қуанышты жаңалық. Жігітімнің бүйрегіндегі тасы түсіп қапты. Бүгін бар тексерсе. Жоқ деді, қуанып кеттім. Жоқ тасым деді. Розовый вечер. Біреу бар ғой, жаман қарғап жіберген сияқты. 3 күнде 2 штрафқа түскенсің ғой. Еще андай ғой, 42 мың бір нәрсе емін деген. Ау. Баба. Шашынды аламыз ба? Да, шабым. Я, хорошо. Баба. Короче, 2 штрафқа түстім. Біреусі 12-сі күні, біреусі 15-сі күні түскенсің ғой. Не өкпетті? Жолдасы маған телефон әперіп дейді. Мына телефон білесіздер ғой, бір адамға кетеді. Кімге кететінін білмеймін. Тиктокта да сатып жатырмын, осы оқырмандарыма да сатып жатырмын. Жолдасым айтты, кім ұтады соған апарып өзіміз ұсынамыз деді. Қазір енді телефон қарауға келіп жатырмыз. 18 шықпапты, последний 17-сін әперемін дейді. Енді бұл кісінің вкусы күшті. Көрейік. Ал, телефонымен қорсатын күндер келіп жатыр. Терабайт вообще қарасып жүрген, потому что бір терабайт менде никогда болмаған. Но мен құдай қаласа осы 3-ші телефон болып мамандарға беріп жатқан. 1 терабайт алсам бітті, бәрін түсіре беремін ғой. Ақ түсін қарап жатырмын, ақ түсін айт маған. Жолдасым да сары болды, көк болды, я не хочу. Мен белый хочу. Қалай, күшті ма белый? 1 200 000 теңге тұрады екен. 1 200 000 теңге тұрады екен. Жылағым келіп отыр. Неге жылағың келіп отыр?